Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге шиеден варенье жасайтын боламыз. Қаншама жылдар бойы дәл осы әдіспен жасап келемін. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Ендеше видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші шиемізді жақсылап жуып, тазалап алатын боламыз. Менде бұл жерде 8 килограмм шие, 8 килограмм шиемізге 8 килограмм қант салатын боламыз. Яғни 1-1. 1 килограмм шиеге 1 килограмм қанттан есептеп, дәл солай жасай бересіздер. Қантты дәл осылай үстіне сеуіп, барлығын бұны да 7-8 сағатқа қалдырып қоятын боламыз. Сол кезде қантымыз еріп, шиенің өзінің суы шығатын болады. Дәл осы қанттарды салып, 7-8 сағатқа қалдырамыз. Осы уақыт аралығында біздің қараңыздар, шиенің өзінің шырыны шығып, осылай әп-әдемі болып тұрады. Содан кейін отқа қоямын. Отқа қойғаннан кейін вареньяны осылай қанты ергенге дейін мен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламын. Өйткені қант болған кейін асты қатып қалуы мүмкін деген сияқты, сол себепті осылай жақсылап араластырып алдым. Бізде қайнап шығып бастады вареньямыз, қараңыздар. Осындай суы мөп-мөлдір өте әдемі болып шықты. Қайнаған кезде бетінде көбіктер шығады. Ол көбікті мүлдем алмаймын. Бұл қайнап басылғаннан кейін көбігі де жойылып кетеді. Сол себепті көбігін алмай 20 минут шамасында қайнатып аламын. 20 минут өткеннен кейін бетін жауып суғанға қалдырамыз. Вареньямыз салқындаған кезде түрі қараңыздар, бізде түсі кішкене өзгерді. Екінші рет қайнатуға қойдым. Екінші рет қайнатып, тағы да 20 минут шамасында қайнап шыққаннан кейін 20 минут шамасында қайнатып алатын боламыз. Тағы да көбігі шығуы мүмкін, оған мән бермеңіздер. Осылай баяу отта 20 минут қайнатып алдым. Қараңыздар, түсі де өте әдемі болып шығады. Екінші рет қайнағаннан кейін уже біздің вареньямыз қоюлана бастайды. Оған дейін біз банкілерді стерилизовать етіп алатын боламыз. Мен осылай духовка 200 градусқа қыздырып, 15-20 минут шамасында банкыны осылай ысылай етіп алатын боламын. Біздің вареньямыздың түсі өзгеріп, өте әдемі болып шықты. Енді бұларды банкіге құйып бастайтын боламыз. Мен вареньялардың барлығын 1 литрлік банкіге саламын. 2 литрлік банкіге құятын болсам, біздің үйде жартысы желініп, жартысы көгеріп қалып кетуі мүмкін. Төгіп обал жасамас үшін барлығын дәл осылай 1 литрлік банкіге құйып шығамын. Ал банкінің қақпақтарын 5 минут қайнаған сода қайнатып аламын да, бірден банкілердің қақпағын жауып, оны әдемілеп жауып шығатын боламыз закрывашкамен. Дәл осы 8 килограмм шиеден менде 10 литр варенье шықты. Міне осымен біздің вареньяларымыз дайын болды. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Сіздің көп уақытыңызды алмайды, әрі өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, төменге пікір жазып, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет, сіздермен болған ләззат.